Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге рулет жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Жұмыртқаны бөліп болған соң сары уызды бөлек шығарып қойып, ақ уызды миксермен жайлап көпіртіп бастаймыз. Ақ уыз көпіріп бастаған соң үстіне қантты бірнеше бөліктерге бөліп салып, оны тағы да миксерлейтін боламыз. Ақ уызды видеодағыдай етіп, өзінің формасын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Одан соң үстіне біздің сары уыздарды салып, тағы да миксерлейміз. Көп қатты миксерлеп қажет емес. Одан соң үстіне жайлап ұнымызды саламыз да тағы да миксерлейтін боламыз. Біздің масса видеодағыдай біркелкі болуы қажет. Одан соң массаны формаға салып, бетін тегістейтін боламыз. Қыздырылған пеште 250 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Одан соң рулетті ыстық күйінде сүлгімен осылай орайтын боламыз. Рулетті орап болған соң оны 10-15 минутқа салқындатып қойыңыз. Рулет толықтай салқындаған соң, оның ішіне өз қалауыңызға байланысты начинкасын саласыз.
оған варенье салдым. Начинканы тегістеп салған соң, біздің рулетті қайтадан жайлап ораймыз. Рулетті сүлгімен орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қойыңыз. Біздің дәмі тіл үйіретін тәп-тәтті рулетіміз дайын. Егер рецепті ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын!